Армысыздар, футбол сүйер жанкүйер, футбол сүйер көрермен. Біз Чемпиондар лигасының финалына шыққан қос ұжымды анықтап алдық. Ендеше сол жартылай финалдағы айқас жайлы, яғни Арсенал ПСЖ арасындағы матчтың ең керемет енді талдауын осы жерде жасағалы отырмыз. Ендеше бастайық. Бүгінгі студия қонақтары Дидар Қадыров және де әдеттегідей өзіміздің тұрақты сарапшы Нұркен Мырзағалиев. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Тек қана талдап қоймаймыз, Дидар Қадыровтың настроениесі одан сайын төмендетеміз. Себебі Арсенал туралы айтатын келесі уақытта мықтырақ боламыз. Өз-өзімізді көрсетеміз. АПЛ-ды аламыз деп Арсенал сөз сол. Арсенал фанаттары стандартный фразалар кетті. Иә, әр маусымда айтатын нәрсе. 10 жыл айтып жүрген. Жоқ, 10 жыл емес жігіттер. Енді Англия кубогын алдық, бірақ Чемпиондар лигасы енді болмайды. Қиын, иә. Ненің кубогын алдыңдар? Англия кубогы. Солай ма? Жағдайыңыз бірдей қазір. Енді Ювентустың жанкүйерлеріне жетпейтін нәрсе осы ғой енді. Италия кубогын айнала алмайды, серия А туралы ұмытты. Осы дұрыс бар ғой. Сен біліп тұрасың да, ол ештеңе жеңе алмайтын, уайымдамайсың. Жүре спокойно. Артық ашыру, нерв тұтпайсыз. Ювентустың жанкүйерлері қазіргі таңда бір Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлері сияқты болып кетті ғой енді. Ештеңе күтпейді. Ювентусты сол 2015 жылы Барселонамен финалда ойнаған әлі қалып кетті есімде сол кезде. Ракитич, Иньеста, Неймар соғып еді ғой финалда голдар. Содан кейін Барса біз де әлі алмаппыз ғой. Ендеше бастайық. Арсенал ПСЖ өте керемет ойын болды деп енді бұл жерде айтуға бола ма, Дидар? Өзіңнен бірінші жанкүйер ретінде сен қалай енді бұл ойынды бағамдайсың, қалай өтті сен көз алдыңда? Мен ойлаған едім, Партия қайта оралса, Арсенал басқа ойынды көрсете алады деп. Бірақ енді реализация жетіспеді. Мен ойымша енді Донарума, Зомер сияқты нағыз қаһарман 3 соққы болды ғой. Негізі 2 соққы жақсы. Мартинеллин соққысы және Эдегордың соққысы. Мен ойладым, бір голды соғып тастаймыз да болды. Одан кейін басталады, кетеді. Көрсетеді. Жоқ. Бітіп қалды. Арсенал бітіп қалды. Фантазия бітті сол. Иә. Так, енді мен осы жерден Дидардың көңілін түсіруді бастайыншы. Арсенал егер де партияға үміт артып отырса, не команда бол, тіреуіш жартылай қорғаушы үміт артып отыр ғой. Партия келеді, қазір біз деп бүйтеміз деп. Партия бол деген тіреуіш жартылай қорғаушы. Солай. Басында енді мұхт жоқ, не істейді? Қорғаныста хаос болды ғой бірінші матчта. Енді. Мен оны айттым. Райс партияның орнына шықса, ол үлгере алмайды. Өйткені ол басқа мәнерде, басқа позицияда ойнап жүрген маусым бойы. Енді партия шықса, кішкене тұрақтылық болады қорғаныста. Онда жігіттер осы кезекте сразу неге көшейік та, талдауға көшейік. Дайындаған дүниелеріміз бар. Статистика, бұл Хадл компаниясының статистикасы, ол әлемдік компания, сол себепті бұл компанияның сандарына сенуге болады, ақпаратына сенуге болады. ПСЖ-ның ойын схемасы неге назар аударуға болады? Бірінші кезекте Дембеленің жоқтығына, екінші кезекте Кварацхелияның төменде орналасуына. Неге екен әрі қарай түсіндіріп өтеміз. Үшінші нәрсе Фабиан Руиздің позициясы. Сакан қапталына өтіп, Мендешқа көмек көрсетіп жүрген. Осы 8-ші номер бұл Фабиан Руиз. Келесі кезекте Арсеналдың схемасы. Бұл жерде бірінші кезекте қорғаныс сызығының өте жоғары ойнағанына назар аударамыз. Қарап тұрғаныңыздай, бұл енді Арсенал сырт алаңда ойнағанымен өз алаңда ойнап жатқан сияқты болды. Себебі бұл да түсінікті. Бірінші ойыннан кейін жеңіліп жатыр, алға қарай бару керек, допты көбірек ұстау керек, және қауіп сәттер көбірек болу керек. Сол себептен Арсенал дәл осындай стильде ойын көрсетті. Және де Льюис Келли, 49-ші номердегі ойыншы, әдеттегідей сол жақ қорғаушысы емес, ортада ойнап жүр. Бұл Арсеналдың осы маусымдағы бір тактикалық жаңа дүниесі. Осы ойында да бұл жас ойыншы ортаға ағысты, ойынға деген үлесін қосуға тырысты, бірақ Арсеналға бірінші кезекте Льюис Келлидің емес, алдағы шабуылшылардың шеберлігі жетіспеді деп айтуға болады. ПСЖ-ның соққылары қай жерден соққы бағыттады, қай аймақтардан? Бұл алдыңғы шығарылымда айтып өткендей, Интердің соққыларына ұқсайды.
жалпы бұл жерде мына 8-ші соққы ойындағы бұл қателеспесем кімнің соққысы? Фабиан Руиздің соққысы стандарттан кейінгі орын алған жағдай. Жалпы көріп отырғаныңыздай ПСЖ-да барлығы жаңағы 11 метрлік нүктеге апарылып пас беріледі, сол жерден соққы бағыттайды. Яғни ПСЖ-ның шабуылдар қалай аяқталады деген сұраққа жауап болды. Бұл Арсеналдың соққылары, көріп отырғаныңыздай айып алаң ішінен көп соққы жоқ. Айып алаң ішінен баруға 2 соққы бағытталды. Бұл ойынның басындағы екінші цифрмен тұрған соққы, қателеспесем, ауттан кейін орын алған эпизод. Мартинелли соққысы. Одан кейінгі 14-ші соққы ол Саканың соққысы, нәтижелі соққысы, Арсеналдың жалғыз. Қалған соққылардың барлығы қақпаға дарымады, айып алаң ішінен тепкен. Айып алаң сыртынан бағытталған соққылар дарыды, бірақ бұл нәтижеге алып келмеді. Және де бірден эпизодтарға көшейік. Ойынның 3-ші минуты Арсенал бірден шабуылдай бастады. Арсенал ПСЖ-ны қысып тастады. Осы ойынның мүмкін фавориті болған шығар, шынымен де фавориті болу тиіс қой. Бірінші ойыннан жеңілгеннен кейін. Бірінші кезекте назар аударған дүние бұл Кварацхелияның позициясы. Саканы ұстау үшін, яғни Барселона Интер матчында Интердің ойыншылары Ямаль жабуға тырысса, бұл жерде енді Саканы жабуға тырысты. Себебі Сакадан басқа енді аса қауіпті ойыншы болды деп айта алмаймын мен. Себебі Мерино шабуылда ойнаған Мерино өздеріңіз білесіздер, жартылай тіреуші, қорғаушы. Мартинеллидің ойын стилі түсінікті бәріне, оған бос кеңістік керек. Бұл бос кеңістікті ПСЖ көп бере қоймады. Яғни осы тұрғыда ең басты қауіп ол Сакадан төнуі мүмкін. Және де Кварацхелия төмен ойнады, ал Арсенал керісінше Микель Артетаның ойы бұл жерде Тимберді жоғары ұстау болды. Тимберді жоғары ұстаудың арқасында тек қана Сакаға оңай болған жоқ, Салибаға да оңай болды. Себебі Тимбер өзі көтерілген кезде онымен бірге міндетті түрде Кварацхелия көтеріледі, және де страховка ретінде Руиздағы сатылу жаққа қарай. Яғни Салибада үлкен кеңістік болды, және де сонымен қатар уақыт болды. Шабуылдарды ұйымдастыруға, доп ұстауға, ешқандай қысымсыз шабуылдарды бастауға. Бұл ойынның ең басындағы басты назар аударған дүние. Және де Кварацхелияның бір қауіпті қасиеті, ол қорғаныста ойнаған кезде ол ешқашан допты алға теппейді. Ол алдауға тырысады. Және мына 2-3 минутта орын алған қауіпті сәтте Кварацхелия осылай ПСЖ допты қайтарып алады өзіне. Кварацхелия допты алға теуіп жібердің орнына, болмаса пас іздеудің орнына, диагональ жасаудың орнына бірнеше шешім болды ғой, бұл не істеуге тырысады. Бірден алдауға тырысады. Тимбер оған дайын болады, Тимбер допты тартып алады, өзі қапталмен ығысып, мына жерде Деклан Райсқа пас асырады. Деклан Райстың соққысын кім қайтара біледі? Жоқ. Бағананың жанында өтеді. Бағананың жанында. Бірақ бұл эпизодта не көрсеттім? Осы Кварацхелияның позициясына, Кварацхелияның қорғаныстағы минусына назар аудару үшін, және де Тимбердің бапкер қойған мүмкін мақсаты. Агрессивті стилі. Солай деп ойлаймын мен. Соны айтып жүрдім ғой бұрыннан бері. Мен ойымша бұл Дани Карвахальға ең ұқсайтын қорғаушы қазір. Бұл Еврен Тимбер. Ол солай ойнай алады. Қорғаныс туралы ұмытпайды, бірақ шабуылда да осындай кросс жасап, пас атқарып, және де қысым жасап жүреді. Және де оның алдыңғы бағдарламада айтқанбыз, Барселонаның ойын стилі қорғаныс сызығы жоғарын көтереді. Демек, мына қарымта ойында да Арсенал дәл солай ойнады. Артқа қайтар шегінетін жол жоқ, алға қарай бару керек, ПСЖ-ны қысу керек. Сол себепті Кивиорда, Салибада, оған қоса Луис Келли да алға қарай қосылып, осындай жоғары прессингта, жоғары қашықтықта өнер көрсетті қақпасынан. Бұл дегеніміз ПСЖ-ға жақсы болды. ПСЖ қарымта шабуылдарда жақсы өнер көрсететін команда. Бірақ бір айырмашылығы бар да Барселона мен Арсенал 30 минут, 40 минут бойы қысым жасай алмайды да. Оларда бір сондай отрезок бар да, 10 минут бойы олар
кәдімгідей бір агрессивно қосылады да шабуылға, бірақ одан кейін артқа шегіне болса да. Арсенал осы ойында ауттарға баса назар аударады. Бұл қауіпті екінші аут. Бұған дейін тағы да бірінші аут болады басқа флангтан. Бірақ мына жерде қателеспен партия да бүкіл ауттар өте жақсы айып алаңына доп жеткізе біледі. Және де ПСЖ-ның қорғанысын қараңыздаршы, қалай орналасқан. Арсеналдың подборын қараңыздар. Бірден 5 ойыншы дайын тұр бұл жерде. Және де білмеймін енді Луис Энрикенің неге былай қорғанған аутта бар оған 3 ойыншы тұр мына жерде. Соққы жасайтын. Квадраттың ішінде, тікбұрыштың ішінде. Қалған ойыншылар подборда тұр. Мүмкін ПСЖ-ға да подборда ойнау керек болады. Неге айтып тұрмын? Бұл жерде себебі доп қазір кімге келеді? Эдегорға. Эдегор өте қауіпті соққы бағыттайды. Луис Энрике оны күтпеген сияқты. Арсенал солай істейді ғой, олар алыстан соқпайды. Эдегор болсын, кейде партия осы жерде болып қалса, мүмкін ол соғар еді. Барселона айттық қой бізде, рок-н-ролльный команда тәуекелге барады. Арсенал керісінше тәуекелге бармайтын команда. Олар допты жақсы ұстайды, контроль мяча керемет деңгейде. Бір қапталдан екінші қапталға жақсы ауыстырады допты. Бірақ Арсенал Артетаның бір мүмкін минус шығар. Оның командасы тәуекелге бара алмайды керек кезде. Бұл ағылшын чемпионат кезінде де көрінеді. Андай үлкен ойындарда, Ситимен болған болсын, басқа ойындар, басқа командалар атай берсек те, жаңағы топ командалар. Барлық ойындарда Арсеналдың осы дүниесі маған қатты ұнамайды. Тәуекелге бара алмайды. Сосын қапталдарға көп сеніп қалған. Қайта қапталға ауыстырады. Қапталдан не істейді ол? Сака ортаға қарай ығысып тепсе тебеді, теппесе кросс жасай береді. Ал соң кросс жасағанда оны шабуылды аяқтайтын біреу болу керек қой. Әрине. А сенде айып алаңның ішінде бойы 2 метр шабуылшы емес, жартылай тіреуші қорғаушы Микель Мерино жүр мысалға. Бұл басты проблема мен Арсеналдың, мен ойлаймын. Артета үшін бір бұрынғы Гвардиола болды ғой, оның бір дилеммасы. Не стиль, немесе реализация. Ал Гвардиола оны түсінгенде, менің ойымша ол Холландты сатып алды да. Кішкене ойын стилін өзгертіп, және де қосымша опция болсын. Бір Ибрагимович сияқты бір Холландты, бұл нетипичный форвард қой. Гвардиоланың стиліне, философиясына мүлдем келмейтін ойыншы. Ал Арсенал әлі осы стильге кәдімгідей тіреліп тұрды. Біз шабуылшыны алмаймыз, біз былай ойнамаймыз, навеспен, кросспен, жоқ жігіттер, біз былай 100 пас жасап шабуылдаймыз. Басқаша емес. Артетаның бір идея фиксі әлі де сол сияқты. Философияны сақтау, осындай стильмен ойнау. Сондықтан әлі де нәтиже жоқ. Мүмкін келесі маусымда ғана. Бірақ солай ешін істей алмайды. Көмекші мен оған дейінгі бағдарлама айтқанмын. Негізінде әріптестер келісетін шығармын мен. Луис Энрике тактикалық түрде Микель Артетаны переиграл дейді ғой. Екі ойында. Мына ойында да білді да, Арсенал қандай стильде ойнайтынын біліп, соған дайындалып, жақсы қорғана білді. Кваратскелияның өзін қорғанысқа жіберудің өзі бір батылдық қой. Сен андай бірге бір алдайтын керемет шебер ойыншы бола тұру, сен оны қорғанысқа қайтару, ол деген үлкен батылдық шынымен де. Мысалға, Флик олай Ямальға айтпас еді, сен артқа қарай қайтшы деп. Сен алды ойламай қойшы, алда бәрі жақсы, сен артқа қарай көмектесші, жаңа кімге бар деп айтпайтын еді, Эрик Гарсияға бар деп. Ал Луис Энрике өзінің дриблинг жағынан ең шебер ойыншысына, именно дриблинг жағынан, жүгіру жағынан емес, дриблинг жағынан ең шебер ойыншысына айтып тұр. Кваратскелия, саған артқа барып көмектесу керек. Басқаша біз жеңе алмаймыз деп. Және де бұл деген Луис Энрикенің жеңісі деп ойлаймын. Осы тұрғыда, тактикалық тұрғыда. Келесі эпизодтарға көңіл бөлейік. Бұл бірінші соғылған доп. Маған бір қызығы, Арсеналды біздер оны алдың бағдарламада қайталап айтқанбыз, бірнеше рет айтқанбыз ғой, стандарт жағдайда керемет ойнайтын команда, стандарт жағдайды көп дайындайды, олар өздері стандарт жағдайдан қорғана біледі, шабуылдай біледі деп мақтау сөздің бәрін айтып тастағанбыз ғой. Бұл жерде неге жалғыз жүрген жерлер ойлайсыз? Түсіндірейін сіздерге неге жалғыз жүрген. Доп беретін кезде барлығы мына айып алаң сызығында тұрады. Подачаға дайын болады. Подача бары жүрген кезде
Фабиан Руиз өте хитрый футболшы, өте хитрый. Ол ана штрафнойға бармай, партиямен допқа күреспей, артқа қарай қысады подборға. Тек қана Фабиан Руиз емес, ана жерде тағы да қорғашының атын топты. Жоқ, Мендеш емес, 51-ші номердегі орталық қорғашы. Пачо, ол да көп тұрыңыздай, подборды күтіп тұр. Олар біліп тұр да, қазір Арсенал жеңіске жетеді, доп артқа қарай қайтады, біз сол допты күтіп аламыз деп. Және содан кейінгі мына эпизодты қараңыздаршы, мен ойлаймын, қалай мына Фабиан Руиз өзі қалып қойды, неге қасына ешкім болмайды деп, бірақ доп келген кезде оған қарай Мартинелли қысады, бірақ бұл жерде Фабиан Руиздің керемет шеберлігі. Доп қалдаған кезде ол Руизді жаңа Мартинеллиді көрген кезде, енді жаңағы дейді, боковой зрение дейді ғой. Сезіп тұр ғой, периферический зрениемен көріп тұр да, ол допты солға қарай, жоқ, денесімен, кеудесімен солға қарай обработка жасайды. Сол кезде Мартинелли ұшып кетеді. Кремет жылдамдықпен. Күшті. Ары қарай тек қақпаға бағыттау ғана қалды. Бұл Фабиан Руиздің мүмкін Европадағы, мүмкін әлемдегі қазіргі кездегі керемет жартылай қорғаушылардың бірі, мүмкін топ 3-ке кіретін шығар мүмкін қазіргі кезде, Менің ойымша Фабиан Руиз позициялық футболда ең мықты жартылай қорғаушы әлемдегі қазіргі таңда. Барелла емес, мен білемін сен қазір Нұркен Барелла туралы айтатын шығарсың. Барелладан бөлек позиционный футболда мен Барселонада Де Йонг бар. Жоқ, Де Йонг ешкімсіз. Салыстыруға да болмайтын сияқты. Фабиан Руиз қай позицияда болсын, артқы жартылай қорғаушы болсын позицияда. Немесе 8-8 дейді ғой, 8 позициясында ойнаса да бірдей ойнай алады, бірдей КПД әкелетін ойыншы. Осы жерде енді өзіміз көрдік қой, ол Саканың қапталына өтіп подстраховка жасап жүрген, ал стандарт кезінде осы подборда қалып керемет ашылады. Мартинелли енді түсінікті, Мартинелли білмеймін енді Мартинелли қайда жіберсек. Елмай қашын. Алла тағала жылдамдық бермегенде ми бермеген ғой. Жоқ, жақсы ойыншы. Негізі осы ойыннан кейін мен сын айта алмаймын да Мартинеллиге. Бірақ ортан қол болды максимум. Оны бір Бернли болды. Брентфордта бір Брайтонға немесе Арсеналға ойнауға IQ жетіспейді. Жылдамдығы бар, айтып тұрмын ғой, жылдамдығы бар, бірақ IQ жетіспейді. Андай Арсеналдың ойын ойнау үшін. Шыны керек екенін мойындау керек бұны. Өйткені Фабиан Руизға қарсы енді болды, позицияны ұстады, тұрып қалып болды. Алдайды ол соқпайды сразу. Құрметті көрермендер, біздер өкінішке орай видеосын пайдалана алмаймыз, бірақ сендерде мүмкіндік бар, осы голды қайтадан қарап, Руиздің шеберлігіне тағы да тәнті болыңдар. Бұл керемет футболшы, керемет шешім, керемет соққы. Әрі қарай жылжиық. 29-30 минут. Бұл жерде неге назар аударамыз? Бұл стандартты жағдайдан кейін орын алған сәт. Луис Келли сол жақ қорғаушы ортада жүр. Подборда. Бұл жерде енді Луис Келлиді біздер бұған дейін көп мақтадық. Керемет ойыншы, жаңа Артетаның тактикасына жаңа дүние алып келді деп. Бірақ Луис Келлидің бұл жерде өзіне деген сенімділігі, техникасы минусқа ойнады. Себебі басқа шешім қабылдауға болады. Ол допты қабылдап, оңға қарай ығысып, баспен жердегі қателеспесем, Саканы іздейді. Бұны кім күтіп тұрады? Руиз күтіп тұрады. Руиз күтіп тұрады, бірден допты тартып алып, жылдам қарымта шабуыл болады. И Кварацхелия бұл жерде шабуылға шығып кетеді, бірақ ПСЖ өз мүмкіндігін орындай алмайды. Бірақ осы жерде 30 минутта мен білдім, ПСЖ-ның тағы да гол соғуға мүмкіндігі болады. Себебі мұндай сәттерде Луис Келли сияқты ойыншыларға аккуратно ойнау керек та. Мұндай шешім қабылдамау керек. Бұл енді жастар командасындағы ойыншылардың жіберетін қателігі ғой. Ол өз-өзіне сеніп қалғанда, мына жерде денесін қоям да, қайтадан матч бойы бір 4-5 рет былай доптан айырып қалды ғой. И 2-3 рет қарымта шабуылға Пари Сен-Жермен шыққан. Осыдан кейін бағанаға тиеді ғой, доп. Барколя соға ма біреу? Барколя бағыттайды, бірақ гол соғылмайды. Бірақ бұл деген керемет қарымта шабуыл ғой. Осындай эпизодтар ПСЖ-да бірнеше болады. Бір қызығы Арсеналдың ойын басында қарқыны мықты болады да, шабуылдай береді. Ол шабуылдар голға алып келмейді. Сосын олар бұл
жоспарды қоя тұрып артқа қарай екінші таймда үлкен әуедегі пастарға көңіл бөле бастайды. Диагональ, қақпашы шығара бастайды, сондай пастарды. Просто Қазақстанда былай ғой, бізде тек қана голдарды сараптайды да бәрін, ситуацияларды. Ал осындай сәттерден бәрі шығады. Нәтиже осындай сәттерден туындайды. Дәл осы жерде Майлс Льюис Келли қайтадан өз-өзіне сеніп қалып, кішкене плюс оған подстраховка жетіспейді. Арсенал ашық футболды көрсетеді, өйткені бізге гол соғу керек, енді түсінікті. 1-0 ұтылып жатырмыз қайтадан, екі гол дефицит бар. Алға ұмтылады. Бұл жерде бір салыстырмалы түрде айта кетейін. Мысалы, Барселонада сол қапталда Жерар Мартин ойнайды. Ол да жас ойыншы ғой, өз келе сияқты. Бірақ, допустим, мына жерде осы эпизодта Мартин болса, ол ойнайтын бе еді ол Мартин? Ойнамайды ғой. Ол тек алға қарай асыра салады. Тек түсінеді ол. Қауіпті жағдайда жоқ, менің ойымша мынау тек қана ол есепке байланысты да. Мартин Майлс Льюис Келли басқаша ойнаушы еді қазіргі таңда бір 2-0 Арсеналды жеңіп тұрса. Осы жерде ол осознанный риск. Микель Артета оны түсініп тұр, жақсы осындай риск болсын, ойнай берейік жігіттер. Бұл екінші таймның эпизоды. Бұл жерде мен Тимбердің позициясына қайтадан назар аударам, және де оған қарсы Кварацхелия ойнайды. Бұл жерде көріп отырсыңыздар, Тимбер орталық шабуылшы позициясында жүр ғой. Бұл мен ойлаймын Микель Артетаның қайтадан ойынға қойған жоспары. Алға қарай ығысу. Бірінші кезекте бұл двойной эффект береді. Бірінші кезекте сен өзің командаңа көмектесесің. Екінші кезекте қарсылас команданың құрамындағы деңгейі жоғары шебер ойыншыны сен тұсап аласың, өзіңе байлап қоясың. Кварацхелия сол себептен оның шабуылдағы көп ойын жоқ, ол сол Тимберді қайтады ойлап тұрады да, артқа қайтып тұрады. Және де Тимбер бұл ығысу арқылы бұл жерде көріп отқандарыңыздай Сакаға мүмкіндік жасап береді. Сака өзінің стиліне кедей солға қарай ығысады, сол аяқпен соққы лағыттайды. Донорума шығарады емес осы жерде? Иә, керемет соққы болады, Доноруманың керемет шеберлігінің арқасында. Тоғыздыққа бағыттайды. Донорума негізі бұл шешуші ойындарда қақпашылардың рөлі өте көп болды. Барса мен Интерде Зоммер, ПСЖ мен Арсеналда Донорума, менің ойымша. Доноруманың бір қызық қасиеті, болғандай орташа ойындар болады ғой. Шай береді арасында. Бірақ осындай бір шешуші сәттері келген кезде осындай керемет ойындарға келген кезде жаңағы ойынның тағдыры шешілу керек, жаңағы клубтың тағдыры шешілу керек деген сияқты болашақ осындай ойындарға келген кезде Донорума білмеймін ішіне Буфон кіріп кете ма, керемет ойын көрсетіп кетеді. Сонда үлкен ойындардың ойыншысы ма? Солай деп айтсақ болады енді. Бұл жерде енді психология несі бар ғой, мәселесі бар, иә. Мүмкін ондай жай ойындары қатты дайындалмайтын шығар. Ал сол себепті білесіңдер, Доноруманы топ қақпашы айта аласыздар ма? Осы ойыннан кейін де. Осы ойында енді үздік, менің ойымша. Осы ойыннан кейін де үздік деп айтуға болады. Топ 3 қақпашының ішіне кірмейді деп ойлаймын мен. Мүмкін тұрақтылық жетіспейді. Өйткені басқа бір позициямен салыстырғанда, басқа бір позицияның ойыншыларымен қақпашы үшін ең бастысы бұл тұрақтылық. Зомер болсын, Зомер жақсы енді, бір ойында бір кәдімгідей бір қаһарман болып кеткен, Куртуа бар, Эдерсон мүмкін. Жетеді ғой, мықты қақпашылар көп. Жетеді дегенде кім бар? Зомер, сен білмеймін, мен Зомер мықты Пеня бар, Эштеген, Рая деп қойып. Неге Сафонов шығармайды осындай ойындарды? Бірінші таймда андай мүмкіндік болды Сафоновқа шығуға. Себебі Донорума кішігірім жарақат алып қалады, Сафонов ойнала бастайды. Сол кезде ойладым, осы жерде ПСЖ-ның біткені осы болар деп. Сафоновты мен жаман қақпашы деп айта алмаймын. Бірақ мұндай ойынға қосылу деген қиын ғой ол деген. Құрамнан қосылу. Мен ойладым, бітті оны, осы мен ПСЖ осы жерде қолдырайтын. Мен маусым барысында қарап жүрдім да, Лекипті ашып, мен ойладым да, ресейліктер қуатыр деп, олар мақтап жүреді ғой өздерінің ойыншылары. Матвей Сафонов деп. Жоқ, кәдімгідей Францияда да сын айтып, Донорумаға Сафоновқа мүмкіндік беру деп француз журналистер жазған. Бірақ осы ойында Донорума бәріне көрсетті. Мен осындаймын жігіттер енді. Мен Францияда номер 1 деді ғой. Францияда емес енді, әлемдегі мүмкін топ 3-ке кіретін қақпашы. Жақсы, үлкен ойындарда өз-өзін керемет көрсететін қақпашы. Былай болсын. Бірақ тұрақты жетіспейді. Тұрақтылық жетіспейді. Иә, дұрыс.
Келесі эпизод бұл жерде екінші гол соғылады. Тағы да атап өтем. Арсенал енді негізі мәселесі көп қой. Арсенал проблемалары шетелдік. Білмеймін мен. Ювентустен де көп сияқты мәселелер. Шабуылшылар жоқ. Тағы да бір мәселесі бұл бізде видео қосылып кетті. Ювентус чемпиондар лигасына кіре алмай жүр ғой. Арсенал ана жақта уже чемпиондар лигасында жартылай финалға шыққан. Нұркен Құлағалиев әлі жоқ, Дидар, мәселесі көбірек. Сен менімен келісетін шығарсың. Дәл қазір дайын емес. Кейвер бұндай ойындарға дайын емес. Он талай рет бұл жердегі білмеймін, бұл жердегі қателік білмеймін, ешқалай мойындауға болмайды да бұндай Балан қателік. Иә, қалай беруге болады? Мына Кварацхелияға дәлетті шығарып берді ғой басты. Қазақстан чемпионатында айтып жүреміз ғой. Не исполнил деп, анау мына жақта диагональ кетіп жатыр ғой Тимберге. Тимберден бөлек тағы да жерде бір ойыншылар Сака қателеспесем. Витиня артында анан. Жоқ, сенде шешім болмаса диагональ асыра сал, сол оң қапталға. Әрі кетсе аут болады да, әрі кетсе. Бұл жерде білмеймін, неге бұндай шешім қабылдайтын, және де алып баратқандай бір қиын эпизод емес, бір 5-6 метр жерге бағыттау керек қой пастаны. Кімді көздеп тұр ғой мына жерде Эдегорды? Не сұрап тұр үшін оң жақтағы Арсенал ойыншысы. Габриэл мен Сальба сондай мәндерде ойнайды да. Сальба оң аяқ ойыншы болғандықтан мына жаққа диагональды береді, Габриэл мына жақтан оң қапталға доп жіберіп тұрады. Кейбір туралы енді айттым. Ол Мартинелли сияқты қазіргі таңда Арсеналдың деңгейіне жетпейтін ойыншы. Ол деңгейдегі ойыншы емес. Оны Наполиға мүмкін. Наполи емес, енді Веронадан келді ғой, Веронаға кете берсін. 20 миллионға біреу сатып алса, Габриэл Мартинеллимен бірге енді 70 миллионға бере саламыз дейсіз, что. Анау тағы бір Рахим Стерлинг доп опция сияқты. Тегін. Бонус. Бонус. Акция бойынша. Біреуін алса екіншісі тегін. Александр Зинченко мен Кирилл Терди 100 миллион. 4 ойыншыны ала беріңдер деп. Берем. Енді бұл жерде өрескел қателігі ПСЖ қарымта шабуыл жасайды. Хакимидің жарап тұрған ойыны біз енді қазір үрдіске айналып кетті ғой. Бір ойында Дюмфрис болды, керемет перформансы дейді. Бұл ойында Хакимидің керемет перформансы болды. Партияда күтпеген болар, Хакими ана жерде андай жылдамдық қосып топты алып кетеді. Дембеле қателеспесем, Дембелеге пас береді, Дембеле қайтып қайтарады допты оған. Хакими орталық шабуылшы сияқты, күнде ойнап жүрген сияқты, сол жерден керемет соққы бағыттайды ғой сол позиция. Бұл бір жаңа тренд емес, бірақ та қапталдағы қорғаушылардың ойыны, олардың бір маневрлары соған байланысты, олар бір күтпеген зоналарда ашылып жүретін қазіргі футболдың бір сондай тосын сыйы ма қалай? Жоқ, бұл жаңа үрдіс емес, бірақ осылай латеральдар шабуылға қосылған кезде таң қаласында каждый раз таң қаласың, қалай Хакими не істеп жүр мына жерде деп, адасып кетті ма деп. Оказывается, оның позициясы сол екен да, жаңа ойынға дайындаған жоспары. Ойлаңдаршы, Интер мен Барселонаның ойынында Дюмфристің енді оның шеберлігі, екінші ойында ана жақтан Жерар Мартин, мына жақтан Эрик Гарсия шығып жатыр, Димаркан, қорғаушылардың бұл жерде. Мына жақта Хакими, жұлдызы ғой. Ливерпульға қарсы Нуно Мендеш қандай бір перформанс көрсеткен. Соны айтамын да, бұл жақсы тренд емес, новинка ма? Жаңашылдық келіп жатыр ғой әлемдік футболда. Футбол қай бағытта кетіп бара жатыр деген сұраққа жауап қой. Оның алдыңғы бағдарлама айтқам. Болашақта, білмеймін, 10 жылдан кейін ба, 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін ба, барлық 11 ойыншы шабуылдайтын болады, бірдей деңгейде. Барлық 11 ойыншы қорғанатын болады. Біздер соған келе жатырмыз. Әлемдік футбол соған келе жатыр қазір. Және де қазір Интердің қорғаушылары Бастони, Ачерби. Қазір ұялмай, қысылмай шабуыл қосылады, тіпті ана орталық шабуыл, кейбір командадағы орталық шабуылшылардан да жақсы да шеберлік. Шабуылға қосылған кезде зоналарды жаба біледі, зоналарды көре біледі, қай жаққа қосылған, әсіресе Бастони. Білмеймін оны, Бастонинді орталық қорғаушы деп айта алмайсың да оны. Әмбебап ойыншы ғой, кәдімгі кезінде Йохан Кройф сияқты алаңның любой жерінде жүре беретін еді ғой. Ол да солай да болып тұрды.
бұл футбол жаңа үрдісі, футбол сол жаққа қарай кетіп бара жатыр. Иә, және де бір мүмкін әңгіме басқа жаққа кетіп қалады, бірақ келесі маусымда Интер сияқты бір команда табылады АПЛ-де, менің ойымша. Бастони сондай үштікпен ойнайтын команда. Мүмкін чемпионшиптан келетін команда бұл. Бернли ойынын көрген бе? Кім, Скотт Паркер ма, бапкер сол. Ол дәл солай ең біріншіден қорғаныс туралы ойлайды. Ал одан кейін ғана шабуыл туралы. Арсеналдың қарымта голы бұл жерде енді алып баратқандай бір талқылайтын қатты дүние жоқ. Тростар. Диагональ болады, трассарға қарай. Мен таңғалдырғаны бұл жерде Маркиньостың жаңа сылбыр қимылы да өтірік құлай салады да, қазір бізге штрафный бере салады деп трассаға қашып кетеді. Бұл жерде енді Пачо бұл ситуацияны құтқаруға тырысады. Айдоп оның аяғына тиіп, жақсы сақаға сәт түсіп қалады, жақсы қақпашыны алдап. Бұған қоса Эрнандес қақпашыға кедергі болады, сөйтіп гол соғылады. Басты назар аударатын мәселе Арсеналдың қауіпті сәттері, жаңағы голға алып келген қауіпті сәттері дейік, бірінші таймда қауіпті сәттері болды ғой, бірақ голға алып келген қауіпті сәттері неден келеді? Ол қарапайым ойыннан келеді. Алға қарай асыра салу, қашып кету, Сакаға пас беру. Осыдан кейін тағы да бір эпизод болады. Ол эфирден талқылап. Ол енді ыңғайсыз тұс болды негізі Сака үшін. Да. Осылайша Арсенал осы жерде енді алғашқы голын соғады. Ойындағы соңғы гол соғады деп айтайық. Иә, Саканы екінші сәтін көрсеткен жоқпын, бірақ маған бұл жерде бір ұнаған жері Микель Артетаның шешімі. Майлз Льюис Келлиді алып тастайды да, ойынға жаңа дүние қосады. Бұл Калафиори деген жаңа дүние. Калафиори енді ол орталық қорғаушыда ойнай алады, сол жақ қорғаушыда ойнай алады, сосын ол шабуылға жиі қосылатын қорғаушы ғой. Ол өзінің сол қосылу арқылы трассармен бірге бір қапталда басымдылық жасап, численное преимущество жасап, определенный эпизодтарда, соның арқасында Арсенал ойынның аяғына таман қауіпсіздік тастап үлгере бастады. Негізі уақыт бар еді ғой, қанша 15 минут бар. Есеп теңес тұрауда болар еді, бірақ арғы күш жетпеді. Арсеналдың фантазиясы бітті сол жерде. Ал бұлай, Дидар, қалай ойлайсың сен, кімнің орнына, Кивиордың орнына Калафиори шыққан кезде қосылып? Орталық қорғаушы ретінде ойнай алмайды. Үштікте мүмкін. Менің ойымша ол Бастонинің орнына Интерге келсе, керемет ойнаушы еді. Ол дриблинг арқылы жақсы шабуылға қосыла алады. Бірақ ол шабуылда қорғанысқа қарағанда мықтырақ. Қорғаныста позицияда бір кішкене мәселе болып қалады. Мүмкін шабуылшы туралы ұмытып кетеді. Периферийное зрение туралы айттың ғой сен. Ол көре алмай, кішкене бір концентрациясы жетіспей болып қалады. Демек, өзінің жақсы қасиеттері бар да, минустары да бар. Ол дриблинг арқылы мықты. Бірақ Скелли сияқты ол ортаға ойысып, ортада керек нәрсені бере алмайды. Ал ол жалпы қапталда ойнерскен кезде Мартинеллмен бірге ойнай ала ма? Бір-біріне кедергі болмай ма? Жоқ. Өйткені ол қапталда емес, жартылай қапталда ойнайды да. Ойысып кішкене. Білем, жігіттер, жалпы осы ойынға келетін болсақ, мен түсінікті болды да, бұл ойында тактикалық моменттер көп болады. Және бірінші кезекте Луис Энрике жақсы дайындалады. Оның алдында мен айтып өттім ғой, Луис Энрике тактика жағынан Микель Артетадан басым болды, оны жеңді тактика жағынан. Бірақ Микель Артетаның инструменттер дейді ғой, кадрлық проблемалары бұған кедергі болады. Егер де шабуылдағы ойыншылары құрамда болған кезде, Габриэль болған кезде құрамда мүмкін Арсенал басқаша ойнар ма деген сияқты ой келеді. Бірақ жалпы қорытындылайтын болсақ, Арсеналға глубина скамейки дейді ғой, қосалық құрамына ойыншылар жетіспейді. Себебі алға шығаратын сол баяғы бір трассар, шабуылды күшейту үшін Калафиорин шығарып жүр, шығаратын басқа ешкім жоқ. Сол басты проблемасы болды Арсеналдың, сол басты кедергі болды деп айта аламын осы фактор. Яғни енді бұл жерден де ПСЖ әбден финалға лайықты. Иә. Мен жанкүйер ретінде айта берейін де. Мүмкін Арсенал екінші минутта гол соғып тастаса, басқаша болушы еді. Жоқ, теория.
бұл теория. Бұл тек қана бір жарақатты ойыншыларға байланысты емес. Ертең тек қана Габриэл жетіспеді. Мүмкін. Ол болса басқаша болушы еді. Мүмкін. Бірақ қазіргі таңда сонда да ПСЖ мықтырақ. Енді біз финалда енді франциялық ұжым мен италиялық ұжымның енді бір керемет бір кездесуін күтеміз. Және енді финалдағы ойын ұсынатын шығар. Барса шыға алмады, Арсенал жарайды енді. Бірақ енді оған бөлек бір превью жасаймыз ғой. Разбор жасап, тек қана осы ойынды түйіндеп емес, басқа ойындар туралы, Ливерпульға қарсы болған ойынды, Лига 1-де болып жатқан ойындар туралы сюрприздарды бәрін. Өйткені Пари Сен-Жерменде 4 шабуылшы бәрі әртүрлі мәнерде ойнай алады. Мен осы ойында күттім да соны. Баркаля мен Дезири Дуэ қапталда ойнаса, олар екеуі Кивер мен Майлс Льюис Келли жанында олардың қателіктерін солай күтіп жүретін ойыншылар. Бірақ мен ойлаймын, сен бұл екі ойыншыны атап өтсің, Дембеленің маңыздылығы бөлек та. Себебі Дембеле сияқты жылдамдығы бар, Дембеле сияқты құйтырқы әрекеттері бар. Оның алдыңғы бағдарлама талдадық қой, бізде оның орталыққа ығысуы, зона ашып беруі, зона іздеуі деген сияқты дүниелер. Мен ойымша Баркаля мен Дуэ істей алады оны, бірақ Дембеле сияқты качественно істей алмайды оны, сапалы түрде. Олар шабуылдайтын вингерлер ғой. Олар терең позициялар тауып алып, кішкене Руиске көмектесіп, Дембеле сияқты ойнай алмайды. Ол түсінікті енді. Олардың ойын деңгейі емес, оның қалай ойын мәнері ма, әлде қалай психологиясы ма, әлде идеясы, философиясы оған сәйкес емес та. Дембеле енді қазіргі таңда Пари Сен-Жерменде бір примасы кәдімгідей бұрынғы бір Барселона үшін Месси, білмеймін, символ сияқты болып кетті ғой енді. Мбаппе кеткен соң Дембеле ашылды. Мбаппенің кеткен ПСЖ-ның жанкүйерлері рахмет айтып жатыр ғой. Мбаппе кеткеннен кейін команда басқаша ойнай бастады, себебі қазір Мбаппені ешкім іздемейді алаңда, соған міндетті түрде пас шығарып беру керек. Қазір барлық ойыншылар бірдей деңгейде, бір асып бара жатқан жұлдыз жоқ ПСЖ-да. ПСЖ-ның сол басты күші деп айтуға болады. Және де мен ойлаймын, біздер енді қаншама үшінші программа, үшінші бағдарлама ПСЖ-ны талқылап жатырмыз ғой. Бірақ тактикалық түрде ПСЖ-ның айтатын сөзі әлі көп. Луис Энрике. Себебі мына ортада өнер көрсететін үш жігіт, Витинья, Невиш және Руиздің деңгейлері бірдей, IQ жағынан. Және де бұлар бір-бірінің орнын алмастыра алатын бірдей деңгейдегі ойыншылар, және де олардың тактика жағынан беретін заттар әлі көп ПСЖ-ға. Біздер оны қазір көріп отқан жоқпыз, мүмкін финалда көріп қалармыз. Студияның соңында бір сұрақ. Финалда кім фаворит? Сен ойыншы. Тактикалық тұрғыда гибкость дедік қой. Соның арқасында мен ойлаймын, кішігірім бір саты Интер жоғары. Болды. Солай ойлаймын. Құрметті жанкүйерлер, бағдарлама соңында тағы бір сіздерге айтып кетерім. Біздер бұл выпусктарға дайындалған кезде, бұл бағдарлама дайындалған кезде тек қана голдар сараламаймыз. Әрине. Біздер андай кішігірім эпизодтар, Руиздің өзінің денесін қалай бұруы, соны саралап, соған дайындалып, бұл ойындарды бірнеше сағат бойы талдап, сіздерге керемет дүние дайындау үшін жасап отқан еңбегіміз. Соны сіздер бағалай білсеңіздер, лайк қойып, подписка жасап, одан бөлек комментарий қалдырып, біз көрмеген дүниелер болса, соларды көріп, комментарий жаза кетіңіздер. Сосын финалда енді екі команда шыққан белгілі. Енді дәл осы ойында ПСЖ-дан не күтесіздер финалда? Соны да комментарий жаза кетіңіздер. Міндетті түрде белсенді болыңыздар. Біз осындай жобаға поддержка берсеңіздер, біз қуана келесі шығарылымдарды одан да қызықты етуге тырысамыз. Лайк, подписка, комментарий, осы нәрсе. Қымбатты жанкүйерлер, осылайша енді біз студиямыздың соңында келіп жеттік. Дидар, өзіңізге рахмет. Нұркен мырза, сізге де жақсы ақпараттарды білдік осы ойыннан кейінгі. Және енді қымбат көрермен, жаңа қатылап өткенімізде міндетті түрде арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, репост жасаңыздар. Қазақ контентін бірге
көтерейік.